Қойшыбек мүбәрак құбыжық 10 бөлім. Кеш батып, түн ортасы ауа, өз ауылдарына жеткен аңшылар бірден тараспай ауылдың аяқ жағында жалғыз отырған бақсының үйіне аттың басын бір-ақ тіреді. Асық саттан түсіп жатқан оларды үйден бақсының өзі шығып қарсы алды. Бала әлі шырқырап жылап жүр. Амансыңдар ма? Аман жеттіңдер ме? Аман, аман. Аман болсаңдар, менде нелерің бар еді? Айтамыз, қазір айтамыз. Өзіміз есімізді жиып алайық. Айтпасаңдар да біліп отырмын. Қалай? Ол жерді жым буған. Сол жерді осыдан 10 жыл бұрын үлкен бір ауыл мекендеген. Сол ауылды бір түнде қырып жоқ болған. Содан бір бейкүнә сәби қашып құтылған. Сосын бір әйел. Олар қайда? Әйел сол ауылды қырып жойған, жалмауызға айналып кеткен. Ал бала ше? Ол аман құтылған. Біз мына баланы алып келдік. Тағы бір адам болды, өліп қалыпты. Келген жігіттер таласа тармаса сөйлей жөнелді. Бәрібір қатерліске барғансыңдар. Жүріңдер, үйге кіріңдер. Деп барлығын бастап үйге кірген бақсы үйдің босағасында отырған қара бүркітті басынан сипап біраз тұрды да: әкел ана арқанды, белімді буып бұраңдар, деп әмір етті. Керегенің басында ілулі тұрған қайыс арқанды бақсының беліне неше қабаттап байлаған жігіттер қамшының сабын салып бұрай бастады. Бұраған үстіне бұрай беріңдер, деп бақсы бебеу қағады. Бақсы бір мезгілде бүркіт болып пыштақтап ала жөнелді. Сол кезде босағада отырған бүркітте үйдің төбесін айнала ұшып пыштақтай жөнелді. Аузынан ақ жалын бүркіп, буырқанған бақсы бір сәтте барып, саябырлап, өзін босатуды бұйырды. Беліндегі арқанды шешіп болғаннан кейін барып, бұл бала адам мен жынның арасында жаралған. Сол жерде қалдыруларың керек еді. Енді ешқайда тастай алмайсыңдар. Бастарыңа қатер төнеді. Іздеріңнен албасты ілесіп алған. Баланы ауылға алып барып бағыңдар. Тек қаннан алыс ұстаңдар. Қан көрмесе ешкімге зәбірі болмайды. Ал егер ерніне шикі қан тисе, бұл да жалмауызға айналады. Өз ажалымен өлмесе, оның шешесі бүкіл ауылды қырып кетеді. Ол күндіз адам бейнелі болады да, кеш батып, ай туған соң албастыға айналады. Оған ешкімнің шамасы келмейді. Тек өзінің баласының ғана шамасы жетеді. Барыңдар енді, барыңдар. Балаға ат қоймаңдар, ауылға апарып жіберіңдер. Деп есікті ашып қонақтарды сыртқа шығарып жіберді де, өзі басын екі жаққа соғып бірдемелерді оқи бастады. Сыртқа шығып, аттарына мінген жігіттер алқа қотан тұра қалып, ақылдасып тұр. Енді қайтеміз? Басқа түскен бәле деген осы. Осының барлығы біз аулағалы тұрған маралды атқанымыздан. Үңгірге бармау керек еді. Ананы бір мынаны бір айтып тағдырып тұрған топқа манағы мосқал еркек: жә, бұны даладан тауып алдық деп, анау мылқау қойшы шалға асырауға береміз. Оның кемпірінің де тілі жоқ. Содан лайық ешкімді де таба алмаймыз бұл ауылдан. Сосын әрдайым өзіміз аңдып жүреміз. Осыдан басқа еш амал таба алмадым. Барлықтарың ауыздарыңа ие болыңдар. Ешкімге тіс жармаңдар. Мұнымызды ана шолақ қол маран білсе, арқамыздан таспа тіледі. Осыған келісейік, деп шешем айтты. Шеткері тұрған алпамсадай қара жігіт қана: Маран, сол Маранда сырттан келген кірме емес пе? Әкелеріміз айтып отыратын, 10 жасында бір жақтан қашып келіпті, деп күңкілдеп сөйлей бастаған. Оны манағы шалдауыт кісі: жетер енді. Мұны білсе, Марансыз да осы ауылдың ешкімі де бізді бос қалдырмайды, деп тыйып тастап қасына бір жігітті ғана етті де, қалғандарын жай-жайына жіберіп, ауылдың арғы шетіндегі қойшының үйіне келді. Түн тастай қараңғы болса да, мылқаушан бұларды бірден танып, қолын шошайтып, марапаттаған бейне көрсетті. Мосқал еркек қойнына тығып алған баланы шығарып, аттан түсті де, шалды жетелеп үйіне кіріп кетті. Шала жанған отты қағыстырып отырған кемпір үні шықпаса да ернін жыбырлатып амандасқан болды. Баланы кемпірдің алдына әкеп отырғызған ол кемпірге: баланы сендерге анау алыс жақтан алып келдім, дегенді ымдап айтты. Кемпір
сенер-сенбесін білмей, талығып ұйықтап жатқан баланы бауырына қыса түсіп, жылап отыр. Мылқау шал орнынан атып тұрды да, оны жетелеп, далаға алып шығып, белдеуде тұрған аттың шылбырын шешіп оған ұстатып жіберді. Басын шайқап, қолымен ары итеріп, атталмаймын, керек жоқ, дегенді әзер түсіндіріп, мылқаудың қасынан әзер құтылған ол атына келіп, қасындағы жолдасына: байғұс шал мен кемпірде шығарға жан жоқ, жалғыз атымды ал деп жүгіріп жүр. Аз болса да алданышы болсын, бізде бәледен аз уақытқа болса да алыстай тұрайық. Кеттік енді, деп аттарына қамшы басты. Жалғасы бар.